Сабағымыздың тақырыбы жануарлардағы қан айналым мүшелері. Буылтық құрттар, ұлулар, буынаяқтылар және омыртқалылар. Жалпы қан айналым жүйесінің тұйық және ашық түрлері бар. Тұйық қан айналым жүйесі қан тек тамыр бойымен ғана ағады. Яғни жүректен шыққан қан артерия тамыры арқылы одан кейін мүшелерге барып, майда капилляр тамырлармен жалғанып, одан әрі вена тамыры арқылы жүрекке құйылуын айтамыз. Яғни қан тек тамыр бойымен ғана ағады. Бұларға омыртқалылар және буылтық құрттар жатады. Ашық қан айналым жүйесінде қан жүректен шыққан тамыр бойымен, одан әрі тамырдың қысқа болуына байланысты тамыр үзіліп, қан тікелей мүшелерді шаяды. Бұларға буынаяқтылар және барлық ұлулар жатады. Қан айналым жүйесінің даму эволюциясына тоқталатын болсақ, алғаш рет қан және қан тамырлар жүйесі буылтық құрттар типінде пайда болды. Ұлулар типінде әртүрлі қуысты жүрек пайда болды. Әртүрлі қуысты жүректердің атаулары жүрекше және қарынша деп аталады. Ал буынаяқтылар типінде қан айналым жүйесі ашық, жүрегі бірдей қуыстарға бөлінген. Бірдей қуыстар болғандықтан олар жүрекше және қарынша деп аталмайды. Ал омыртқалыларда қан айналым жүйесі тұйық, әртүрлі қуысқа бөлінген жүрегі бар. Көп жасушалы жануарлардың ішінде алғаш рет қан және қан тамырлар жүйесі буылтық құрттар типінде пайда болды. Бұларда қан айналым жүйесі тұйық және екі үлкен тамырдан, екі бойлық тамыр арқа және құрсақ деп аталатын тамырлардан тұрады. Сонымен бірге осы екі бойлық тамырды бір-бірімен байланыстыратын көлденең буылтық тамырлардан тұрады. Жүрек қалыптаспауына байланысты жүректің қызметін қалың 5 буылтық тамыр атқарады. Олар жиырылып қанды итереді. Қанның түсі қызыл, себебі оттек тасымалдайтын зат құрамында темір болады. Ұлулардың қан айналым жүйесі ашық, алғаш рет әртүрлі қуысты жүрек пайда болды. Қарапайым жүзім ұлуын қарастыратын болсақ, олардың жүрегі екі қуысты. Оның кіші бөлігі жүрекше деп аталады, үлкен бөлігі қарынша деп аталады. Ал кейбір ұлуларда, мысалы 8 аяқ секілді үлкен құрылымды ұлуларда, жүрегі 3 қуысты, 2 жүрекше, 1 қарыншадан тұрады. Жалпы көптеген ұлулардың қаны түссіз, ал кейбір түрлерінде көгілдір түсті болып келеді. Буынаяқтылар, бұларға жататын кластар шаян тәрізділер, өрмекші тәрізділер және бунақ денелілер немесе жәндіктер класы жатады. Қан айналым жүйесі ашық, жүрегі бір-бірінен айырмашылығы жоқ, бірдей қуыстарға бөлінген. Бірдей қуыстар дегеніміз, олар жүрекше және қарынша деп аталмайды. Шаянның жүрегі бас көкірегінде орналасқан 5 бұрышты қапшық тәрізді. Өрмекшінің жүрегі құрсағында орналасқан көп қуысты түтікше тәрізді. Жәндіктердің де жүрегі түтікше тәрізді болып келеді. Бұларға тән ерекшелік қан айналым жүйесі газ алмасу процесін жүргізбейді, яғни тасымалдамайды, тек қоректік және зиянды заттарды тасиды. Себебі бұларда тыныс алу жүйесі жақсы дамыған, сол себептен оттек тікелей әрбір жасушаға жеткізіледі. Омыртқалылардың қан айналым жүйесі тұйық және қаны қызыл түсті болып келеді. Мысалы, балықтардың жүрегі екі қуысты, жүрекше және қарынша деп аталады, және қан айналым шеңбері бір шеңберлі. Яғни жүректен қанды алып шығатын қан тамырлар артерия, жүрекке келетін қан тамырлар вена деп аталады. Балықтардың жүрегінде веналық қан болады. Яғни жүрекшедегі веналық қан көмір қышқыл газына бай қан қарыншаға,
одан ірі құрсақ қолқасына және желбезекке барады. Желбезекте газ алмасу үдерісі жүреді. Көмірқышқыл газын беріп, оттегіге қанығады. Оттегіге бай қанды артериялық қан деп атаймыз. Артериялық қан арқа қолқасына, одан әрі тамырларға және мүшелерге жеткізіледі. Мүшелерде тағы да газ алмасу үдерісі жүреді, яғни оттегіні беріп, ол жердегі соңғы өнім көмірқышқыл газды өзіне сіңіреді, яғни ол жерде веналық қан пайда болады. Веналық қан венаға, одан әрі жүрекшеге барады. Құстар мен сүтқоректілердің жүрегі 4 қуысты, яғни 2 жүрекшеден, 2 қарыншадан тұрады. Бұларда артерия мен вена қандары араласпайды. Құстардың денесінде тек артерия қаны тарайды, яғни оттегіге бай қан тамыры тарайды. Құстарда сол жақ қарыншадан басталатын оң жақ қолқа доғасы болады. Ал сүтқоректілерде 2 ірі қан тамыры шығады жүректен, олар қолқа доғасы және өкпелік тамыр деп аталады. Жалпы сүтқоректілерде сол жақ қарыншадан басталатын қолқа тамыры сол жақ қолқа доғасын құрайды. Жүректің оң жақ бөлігінде тек веналық қан, ал сол жақ бөлігінде артериялық қан айналым жасайды. Жалпы қан айналым шеңбері үлкен қан айналым шеңбері және кіші қан айналым шеңбері болып бөлінеді. Үлкен қан айналым шеңбері сол жақ қарынша, одан дене мүшелері мен ұлпаларына барады, одан қайтадан оң жақ жүрекшеге кеп құйылады. Ал кіші қан айналым шеңбері жүректің оң жақ қарыншасынан одан өкпеге барады, өкпеден сол жақ жүрекшеге құяды. Үлкен қан айналым шеңбері деп аталуы қан бүкіл денеге таралып, қайтадан жүрекке келеді. Ал кіші қан айналым шеңбері тек өкпе мен жүректің арасындағы шағын шеңберді айтамыз. Бұларды кейде өкпелік шеңбер деп те аталады. Суреттен көріп отырғандарыңыздай, бірінші суретте бір шеңберлі балықтардың қан айналым жүйесі. Ал қосмекенділер, жорғалаушылар, құстар, сүтқоректілерде 2 шеңберлі қан айналым жүйесі тән. Енді оқу тапсырмасын орындайық. А және В сызбаларында қандай қан айналым жүйелері берілгенін анықтаңыз және мысал келтіріңіз. Жауаптарыңызды бірге тексеріп көрейік. А суреті ашық, В суретінде тұйық қан айналым жүйесі. Мысал ретінде айтатын болсақ, ашық қан айналым жүйесіне өзен шаяны, жүзім ұлуы, маса, шегіртке, өрмекші, яғни ұлулар мен буынаяқтыларды жатқызамыз. Ал тұйық қан айналым шеңберінде шұбалшаң, сазан, кептер, жылқы, кесіртке, бақа секілді жануарларды жатқызамыз. Яғни бұлттық құрттар мен омыртқалыларды жатқызамыз. Сіздермен бірге мен Рауа Болатбекқызы, келесі кездескенше.